Жастар жылы шеңберінде ұйымдастырылған думанды додатты көкпар сайысы Қарағандыдан Құнан шаптырым жерде орналасқан Құрылыс ауылында өтті. Бұл шараға 20-дан аса арқа өнерпаздары қатысты. Жау жүрек бабаларымыздан қалған асыл мұраның бірі ұлттық ойын көкпар. Ер жігіттің ат құлағында ойнайтын шеберлігі, ептілігі мен күш қайраты сыналатын осынау ұлттық ойында асабалар, әншілер, ақындар өзара кім мықтыны анықтады. Бұнда қатысып жатқандардың барлығы осы бойында өнердің ұшқыны бар азаматтар, біреу асаба, біреу әнші, біреу той түсіріп жүрген жігіттер, сондықтан да бөтені жоқ, барлығы бір-бірін таниды. Оның үстіне ғана қазақтың сөзі бар еді ғой, қазақтың рухын түсірем десеңдер, бірінші қазақтарды аттан түсіріңдер деген. Сондықтан да сол бір ата дәстүрді жаңғыртып, атқа қонайық, өзімізді бір жақсы сезінейік деген сияқты оймен ұйымдастырылып отырған дүние. Осының басы қасында жүрген, мұрындық болып жүрген азаматтарға мыңда бір алғыс айтамыз, өйткені керемет дүние болып жатыр. Ат ер қанаты деп білетін халқымыздың бүкіл тарихы, сөз өнері, салт санасы жылқы түлігімен байланысты. Жаһандану дәуіріне төтеп беру үшін жас ұрпақты тереңнен тамыр алған құндылықтарға бағыттау бүгінгі күннің басты мәселесі дейді ұйымдастырушылар. Осы мақсатты көздеген қарағандылық өнерпаздар мен облыстық жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқармасы ауызбіршілік танытып, келешекке үлгі болар істі жүзеге асырды. Бұндай іс-шара алғашқы рет өтіп отыр. Іс-шараның басты мақсаты елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлы даланың 7 қырат мақаласындағы атқа міну мәдениетін өскелең ұрпақтың арасында насихаттау, жалпы ұлттық спортты, ұлттық құндылықтарды дәріптеу арқылы жастарды, өскелең ұрпақты осы ұлттық құндылықтарды дәріптеуге шақыру болып табылады. Халықтың көзайымына айналған өнерпаздар бабалар дәстүрін жалғап, ұлы даланың төсін дүбірге толтырды. Думанды додатты жарысқа әншілер, асабалар және ақындардан құралған 4 команда өзара сайысқа түсті. Бұл көкпар ойынында үздік деп танылғандарға демеушілердің атынан ақшалай сыйлықтар табыс етілді. Дәурен Айтжанов. Жіберме мұнау. Айдар Дөренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы.